Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз. Алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Бүгін мен сіздерге осындай керемет болып шығатын өзбек асханасынан хамир хасиб деп аталатын тамақтың рецебімен бөлісетін боламын. Орысша айтқанда голубцы в тесте болады, бірақ бұны мантты қазанда жасайтын буда пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі сондай сочный болып шығады және де тойымды болып шығады. Төменге масалықтардың мөлшерін төменге описанияға жазып қоямын. Алдыменен осылай күрішімізді суменен біріктіре отырып суға жібітіп аласыздар. Оны ең алғашында жасап қоюларыңыз керек. Сонан соң жаңа көрсетілген мөлшердегі ұнға суымызды алдын ала дайындап аламыз, тұз салып, сонан соң жұмыртқамызды шағып, қосып, жұмыртқа қоспасаңыздар да болады негізі. Сонан соң суымызды аз-аздан құя отырып, жұмсақ қамыр илеп аласыздар. Илеп болғаннан соң қамырымыздың бетін салафанмен немесе пищевой пеленкамен жауып қоясыздар. 10 минутқа қалтырасыздар. 10 минуттан кейін және де қамырымызды бір қайтара отырып, зуала етіп жасап, және демалдыруға қоясыздар. Сонан соң қамырымызды 10-15 минуттан соң жаюға кірісесіздер. Салмасын дайындап аламыз. Салмасына тартылған етпен майдалау етіп туралған пиязымызды, сонан соң жуылып жібітілген күрішімізді қосып аламыз, араластырып, сонан соң дәміне қарай тұз, қара бұрыш, ақ тұз және кептірілген петрушка қостым. Әркім өзінің қалауы бойынша қоса берсеңіздер болады. Ал егерде етіңіз майсыз болатын болса, кішкене сары май ерітіп салып жіберсеңіздер де болады, немесе мен сияқты сұйық май қосып жіберсеңіздер болады. Сочный, сондай дәмді болып шығады. Менде бұл жерде кішкентай 3 суала шықты. Өзім жасап отырған жерге лайықтап жасадым. Егер жасайтын орындарыңыз кең болса, 2 зуала етіп, үлкендеу болып шығады. 2 зуала етіп жайсаңыздар да болады. Қамырды жаюға кіріспес бұрын манты қазанымызға суымызды қайнатуға қойып қоясыздар. Қамырымызды өте жұқа етіп жаясыздар. Осылай қамырдың астынан алақандарыңыз көрініп тұратындай жұқалықта болуы қажет. Сонан соң жайылған қамырымызды осылай видеодағыдай жасап, мантыны түйеміз ғой, мантыны түйген кездегідей етіп көлемін өздеріңізге ыңғайластырып кессеңіздер болады. Менде кішілеу етіп жасадым. Қаншалықты жұқа етіп жайсаңыздар, жаңағы қамырымызды 1-2 ораған кезде жұп-жұмсақ болып тұру керек, қатты болып қалмау керек. Қалың болса қаттылау болады. Мен майдалау кішілеу етіп түйдім, өйткені менде кішкентай балалар бар, сондықтан майдалау етіп жасадым. Үлкендеу етіп орасаңыздар да болады. Майдалау етіп жасасаңыздар, кішкене қолды алады, уақытты талап етеді. Сондықтан сіздер үлкендеу етіп жасай беріңіздер. Барлығын түйіп болғаннан соң қалыбымызды майлап, жаңағы түйілген долма деп айтамыз ба, манты деп айтамыз ба, соларды бірме-бір әдемілеп қалыпқа жайғастырып салып аламыз. Қайнап тұрған су буына 50 минутқа пісіріп алатын боламыз. Видеодағыдай тұздығын жасап алсаңыздар болады. Бұл әрине міндетті емес. Үйдегі жабылған тұздықпен де тұтына берсеңіздер болады. Қаласаңыздар қаймақпен немесе кефирмен, айранмен тұтынсаңыздар болады.
Дайын болған хамир хасиптерімізді тарелкемізге салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Мендегі хамир хасиптің мөлшері осындай қыш тарелкемен 2 порция шығады. Сіздер бұны әлбетте 2-ге бөліп жасасаңыздар бола береді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, дизлайк басып, немесе сұрақтарыңыз болса, төменге комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Әрине, мен жауап беруге әрқашанда әзірмін. Әлі де арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта керемет рецепттерді салып, бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен болған Салтанат. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.